Мен Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп гимназиясының 8-ші А сынып оқушысы Бақберген Айбике. Өткен ғасырдағы бір күн. Міржақып Дулатұлы, Алаш қозғалысының қайраткері, жазушы, ақын, журналист. Ол Торғай облысы Торғай уезінің Қызбел мекенінде дүниеге келген. Алғашқы білімін ауыл мектебінде оқып, кейін Торғайдағы 2 сыныптық мектепте оқыған. Ол кісі 1911 жылы Оян қазақ жинағын тәркіленді. Ал кейін 1910 жылы Міржақып Дулатұлының Бақытсыз жұмал романы тұңғыш рет жарық көрген. Романда көтерілген әйел теңсіздігі, олардың қалыңмалға сатылуы және көпшілік арасында танымал болуы. 1915 жылы Телми жинағы шықты. Ал кейін 1922 жылы Ташкентте 2 бөлімнен тұратын есеп құралы және Балқия пьесасы шыққан.